Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сабақ тақырыбы адам организміндегі химиялық элементтер, химия пәні. Адам ағзасында химиялық элементтер адам өміріне қажетті үрдістерді жүзеге асырып, ағзаның толыққанды дамуын қамтамасыз ететін химиялық элементтер тобы. Ағзадағы химиялық элементтер үлкен үш топқа бөлінеді: макро, микро және ультрамикро элементтер. Макроэлементтерге тоқталатын болсақ, оларға көміртек, сутек, оттек, азот, фосфор. Олар нәруыздың, нуклеин қышқылдарының және ағзаның басқа да биологиялық белсенді қосылыстарының құрамына кіреді. Нәруыздардың құрамында көміртек 51-55, оттек 22-24%, азот 15-20, сутек 6,5-7, күкірт 0,3, 2,5, фосфор шамамен 0,5% көлемінде кездеседі. Енді сутек және оттек элементіне келетін болсақ, сіздер білетіндей, яғни H2O формуласын білеміз, е? Олар су молекуласын түзетін белгілі, ал ересек адам ағзасы шамамен 65% су болып келеді. Су маңызды еріткіш, және ол адамның мүшелерінде, ұлпаларында және биологиялық сұйықтықтарда әркелкі таралған. Асқазан сұйықтығының, сілекейдің, қан плазмасының, лимфаның 99,5 және 90%-на жуығы су құрайды. Енді микроэлементтерге келетін болсақ, көпшілігі бауырда, сүйек және бұлшықет ұлпаларында жиналады екен. Бұл ұлпалар, жасушалар көптеген микроэлементтердің негіз қоры. Элементтер кейбір мүшелерге тән болып табылады, және онда концентрациясы жоғары болады, яғни мөлшері жоғары. Мысалы, мырыш қарын асты безінде, йод қалқанша безінде, фтор тіс кіреукесінде, алюминий, мышьяк, ванадий шашта, кадмий, сынап, молибден бүйректе, қалайы ішек ұлпаларында кездеседі. Енді ультрамикро, яғни өте ұсақ элементтерге келетін болсақ, олар сынап, алтын, уран, торий, радий және тағы басқа элементтер. Олардың ағзадағы мөлшері өте төмен. Бұл элементтер адам ағзасында қажетті мөлшерден көп болатын жағдайда көптеген аурулар пайда болады. Себебі олар токсиндік металдар болып табылады. Дегенмен ағза үшін маңызды, зор әрі біршама үрдістерге қатысады екен. Келесі кестеге қарасақ, адам ағзасында кездесетін және біз айтып өткендей элементтер берілген. Сутек, оттек, магний, күкірт, хлор, азот, калий, натрий, кальций, көміртегі. Енді біздің ағзамызда керек элементтер біз қайдан аламыз деп ойлайсыңдар? Әрине, біз оны сыртқы ортадан, тағамдардың құрамынан алады екенбіз. Мысал келтіріп жіберсек, йод бізге өте аз мөлшерде қажет екен. Ол теңіз өнімдерін, яғни балықтардан, сүт тағамдары мен ас тұзының құрамында болады екен. Енді калийға келейік. Калий бананның, мейіздің және бадам жаңғақтарының құрамында болады екен. Енді фтор, біз айтты және фтор тіс кіреукесінде болады деп. Фтор тіс пастасы мен құбыр суы фтордың екі негізгі көзі болып табылады. Енді магний. Магний сүт тағамдарының, шемішкелердің, кептірілген жемістер мен көкөністердің құрамында болады екен. Фосфорға келетін болсақ, фосфор бізге күн сайын қажет. Нанның құрамында фосфор өте көп. Ірі тартылған ұннан пісірілген нанда өте көп болады екен. Темір. Темір біз күн сайын темірге бай тамақ жеуіміз керек. Себебі темір көптеген маңызды рөл атқарады ағзада. Мысалға келетін болсақ, біз дем алған кезде оттегін жұтамыз, е? Яғни сол оттегін ағзаның тасымалына темір қатысады екен. Енді қорытындылай келе, бүгін біз ағзада кездесетін химиялық элементтерді үш топқа жіктедік. Сол үш топта кездесетін элементтермен таныстық. Енді сендерге беретін тапсырма үйге. Маңызды химиялық элементтерге адамның тәуліктік қажеттілігі. Ол дегеніміз не? Мысалы, біз күніне маған қанша натрий, қанша магний, қанша калий керектігін қосымша ақпараттардан зерделеп орындаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.